Қайырлы күн, құрметті балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің демалыс күнім. Сабақтың мақсаты өз сөзіне ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер және сөз тіркестерін қолдану. Оқыған аудио бейне материалдардың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұраққа жауап жазу. Ал балалар суретке қарап, бүгін біз демалысымызды қайда өткіземіз деп ойлайсыздар? Ребята, посмотрите на картинку и скажите, как вы думаете, сегодняшний выходной где мы будем с вами проводить? Дұрыс. Біздің демалысымыз аквапаркте өтеді. Мы проведем свой выходной в аквапарке. Сөздік дәптерлеріңді ашыңдар, жаңа сөздерді жазыңдар. Демалыс, выходной, маймыл, обезьяна, бұғы, олень, полтырауын, крокодил, керік, жираф, піл, слон, арыстан, лев, жолбарыс, тигр. Повторяем за мной. Демалыс, маймыл, бұғы, полтырауын, керік, піл, арыстан, жолбарыс. Жарайсыңдар. Бұл жаңа сөздер қазір мәтіннің ішінде болады. Эти новые слова, ребята, сейчас встретятся нам в тексте. Мәтінді мұқият оқыңыз, тыңдаңыз. Послушайте текст и затем прочитайте его. Ертең жексенбі. Мен отбасыммен аквапаркке барамын. Онда суда шомыламын. Саша досымен хайуанаттар бағына барады. Хайуанаттар бағында маймыл, бұғы, полтырауын, керік, піл, арыстан бар. Өздерін балалар әдемі оқып шығыңдар. Прочитайте, ребята, текст. Жарайсыңдар. Давайте попробуем перевести. Ертең жексенбі. Дұрыс. Завтра воскресенье. Мен отбасыммен аквапаркке барамын. Я со своей семьей пойду в аквапарк. Онда суда шомыламын. Там буду плавать в воде. Саша досымен хайуанаттар бағына барады. Саша с другом пойдет в зоопарк. Хайуанаттар бағында маймыл, бұғы, полтырауын, керік, піл, арыстан бар.
В зоопарке есть обезьяна, олень, крокодил, жираф, слон и лев. Жарайсыңдар балалар. Ал енді кіммен деген сұраққа жауап беретін сөздерді табыңыз. Найдите слова, которые отвечают на вопрос кіммен, с кем. Дұрыс. Кіммен? Отбасыммен. Кіммен? Досымен. Жарайсыңдар балалар. Ал енді сөздік дәптерлеріңізді ашыңдар. Ребята, в конец словарика нужно записать правила. Кіммен, немен, с кем, с чем. Чтобы ответить на эти вопросы, нужно к словам, ребята, подставить окончание мен, бен, пен. Если слово заканчивается на гласные и на буквы Р, И, Л, М, У, Н, М, тогда будет окончание мен. Например, атам мен, әкем мен, анам мен, Анель мен, Саша мен, Анна мен. Если же слово заканчивается на з или ж, тогда будет бен. Например, Дильназ бен. Если слово заканчивается на глухие согласные или на б, в, г или д, вы знаете, да, ребята, что в конце слова эти 4 звонкие согласные оглушаются. Тогда будет окончание пен. Например, Асхат пен, Самат пен, Канат пен, Влад пен, Олег пен. Кіммен? Атаммен. Кіммен? Аннамен. Жарайсыңдар балалар. Нужно записать в конце словарика это правило и выучить наизусть. Келесі тапсырма. Дәптерге орындаймыз. Дәптерлеріңді ашыңдар. Сәуірдің 30-ы деп жазыңдар. Откройте свои тетради, запишите число. Сәуірдің 30-ы. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып жазыңыз. Ол сөз кіммен деген сұраққа жауап береді. Вместо картинки, ребята, ставьте нужное слово. Это слово будет отвечать на вопрос кім-мен. Значит, вы должны в конце поставить окончание мен, бен, пен. Нужное окончание. Мен кіммен аквапаркке барамын? Мен кіммен бассейнге барамын? Мен кіммен хайуанаттар бағына барамын? Мен кіммен саябаққа барамын? Запишите в тетради полученные предложения. Жарайсыңдар. Келесі тест тапсырмаларды орындаңыз. Ответьте на вопросы теста. Выберите правильные ответы. Отбасымен қайда барасың? Со своей семьей ты куда пойдешь? Суға шомыламын. Хайуанаттар бағына барамын. Аквапаркке барамын. Саябаққа барамын. Нужно ответить, ребята, по прочитанному тексту. Саша кіммен хайуанаттар бағына барады? Әкесімен, атасымен, досымен, отбасымен. Хайуанаттар бағында
нелер бар? Хайуанаттар бағында жылқы, түйе, құлыншақ, немесе қолтырауын, мысық, қой, күшік, піл, ешкі, лақ, немесе маймыл, қолтырауын, керік, піл, арыстан бар. Можно ответить устно на эти вопросы. В следующем задании, ребята, нужно отметить галочкой тот рисунок, который есть в тексте. Обозначьте и покажите своим родителям. Ал келесі балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Ответьте на вопросы по тексту. Аквапаркте не істедің? Что ты делал в аквапарке? Аквапаркке қашан барасың? Когда ты пойдешь в аквапарк? Саша қайда барды? Саша куда пошел? Ал сен демалыс күні қайда барасың? А ты в выходные куда пойдешь? Сен кіммен барасың? Ты с кем пойдешь? Келесі тапсырма. Келесі ол кері байланыс болады. Сейчас дайте мне, пожалуйста, ребята, обратную связь. Үш маңызды ақпарат. 3 важные информации, которые вы взяли по сегодняшней теме. 2 мәселе, қиындық туғызған. 2 проблемы, которые вам были непонятны. И 1 аспект, ұнаған аспект. И одно то, что вам понравилось на уроке. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.